Ассаламағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек, 4 қараша бейсенбінің басты оқиғаларымен таныс болыңыздар. Желтоқсаншылар Талғат Рысқұлбековтың абақта қамалуына наразы, әр ұлтты өз басшысы билеу керек дейді олар. Владимир Козлов мемлекетке қарызын өтеу керек деп талап қойды қаржы полициясының төрағасы. Қазақстан заңдарының әлсіздігі миллиондаған қаржының офшорлар арқылы сыртқа ағылуына мүмкіндік беріп отыр. Парламент мәжілісіне сайлау белгіленген уақыттан ерте өтпейді. Орталық сайлау комиссиясының басшысы Қуандық Тұрғанқұлов бүгін қоғамда талқыланып жүрген даулы мәселеге нүкте қойды. Президент сайлауда, мәжіліс сайлауда жоспар бойынша 2012 жылы өтеді деп хабарлады комитет басшысы. Келесі жылы парламент сенатының сайлауы өтеді, жоғарғы палатаға 16 депутат сайланады. Ал 2012 жылы республика электораты үшбірде маңызды оқиғаға қатысады. Қуандық Тұрғанқұлов бұл науқандарды бір жылда өткізудің қиыншылығы жоқ деп есептейді. Мәслихат сайлауы мен мәжіліс сайлауы 2 тоқсанға белгіленген, яғни президент сайлауына дейін өткізіледі. Мемлекет басшысын сайлау заң бойынша желтоқсанның алғашқы жексенбісінде өтуі тиіс. Бұған дейін бірқатар саясаттанушылар, ал жақында ғана депутаттардың өздері парламент сайлауы 2011 жылға ауыстырылуы мүмкін деген болжам жасаған болатын. Бұл уақытта Қазақстан президенті сайлауына қатысуды көздеген оппозициялық саясаткер Владимир Козлов қаржы полициясының қыспағында қалды. Тіркелмеген Алға партиясының лидеріне салықтан жалтарды деген күдік келтіріліп отыр. Қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаров бүгін Козлов мемлекетке қарызын қайтаруы керек деп мәлімдеді. Өткен аптада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай, саясаткер Владимир Козлов кәсіпкерлікпен айналысқан кезінде 20 мың ақш доллары көлемінде салық төлемеген деп хабарлаған еді. Айта кетерлік жайт, қаржы тексерулер туралы бұл мәлімет Козловтың президент сайлауына қатысқысы келетіндігін ресми жариялағаннан кейін хабарланып отыр. Ал бүгін қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаров тексеру жұмыстары әлі жалғасып жатқандығын айтып, бұл тексерулер Козловтың қоғамдық саяси қызметімен еш байланысы жоқ деп мәлімдеді. Экономикалық қылмыс жасағандарды жазаға тартатын болсаң, бізде оны мүлдем басқа жағын қарастырады. Мен бұған келіспеймін. Барлығы заң алдында жауап беруі керек және шығынды өтеуі керек. Козловтың президент сайлауына түсуге қарсы шыққан Талғат Рысқұлбековтың бір аптаға абақтыға қамалуы Қазақстандағы басқа да желтоқсаншылардың наразылығын туғызды. Осыған орай Алматыда бүгін баспасөз мәслихатын өткізген бірқатар ұйым өкілдері әр елді өз ұлтынан шыққан басшысы билеу керек деп мәлімдеді. Медиа аудандық соты бұзақылық әрекеттер үшін Талғат Рысқұлбековты 7 күнге абақтыға қамау, ал Гүлбақрам Жүніске 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы шешім шығарған болатын. Бұл екеуі президент сайлауына түсетіндігін жариялаған саясаткер Владимир Козловқа өткен аптада жұмыртқа лақтырып, ұлттық баспасөз клубын ластаған үшін жазаланып отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Азамат Есперген тарқатып айтып береді. Бұл жолғы баспасөз мәслихатына желтоқсаншылардың барлық ұйымдарының өкілдері түгелге жуық жиналыпты. Олар 1986 жылы Қонаевтың орнына Көлбиннің тағайындалуына қарсы көтерілген кездегі ұрандарын қайталады. Яғни әр ұлтқа өз басшысы болу керек деген. Бұған қоса олар желтоқсаншыларға шығарылған сот шешіміне наразы. Екеумізге екі түрлі жаза қолдану арқылы билік желтоқсаншылар арасына іріткі салуды көздейді дейді Гүлбақрам Жүніс. Теориялық түрде түсірулеріне болады, ал әр ұлттың өз көсемі дегеннің енді онан көп қайта-қайта одно и то же комментарий беріп қажет жоқ деп ойлаймын. Әр ұлттың өз көсемі. Қазақ жерінде қазақ қана президент болу керек. Желтоқсаншылар президенттікке үміткер Қазақстан халқының шынайы патриоты болу керек деп есептейді. Олардың пікірінше Владимир Козлов сол талапқа мүлдем сай келмейді. Ал қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов желтоқсаншылар әрекетіне мүлдем қарсы. Оның айтуынша президенттікке үміткер болу кез келген азаматтың конституциялық құқы. Бұл арада енді оны түгелдей оған қарсы жұмыртқа атуды өз басым онша құптамаймын. Егер конституцияға жүгінетін болсақ, республикада 15 жыл тұрған адам және мемлекеттік тілді білген адам ұлтына қарамай президенттік сайлауға түсуге құқы бар. Ал кейбір саясаттанушылар желтоқсаншылар алаңдамай қойса да болады деген пікірде. Яғни сайлауға кім қатысса да өзгеріс болмайды деп болжайды.
Бәріне де белгілі ғой Козловты тіркемейтіні. Қуаныш Алинді де тіркемеуі мүмкін. Бәрі түсінеді президент сайлауының өтетіні, ал оған қатысатардың тізімі өте қысқа, жеңетін адам алдын ала белгілі. Ал қалғандары қара көбейту үшін керек. Азамат Есберген, Тимур Актюрин, Алматыдан. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына қатысты жалған түсініктеме берген дәрігерлердің ісі сотта қаралатын болады. Мұндай мәлімдемені қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаров жасады. Агенттік төрағасының айтуынша, экс-министр Жақсылық Досқалиевке қатысты тергеу амалдары заң шеңберінде жүріп жатыр. Қайрат Қожамжаров тергеушілер қылмыстық процессуалдық кодекске сай материалдармен танысып жатыр. Тергеу жұмыстары әлі аяқталмады дейді. Естеріңізде болса, Жақсылық Досқалиевке жалған диагноз қойды деген айыппен бірнеше дәрігердің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ал Досқалиевтің өзі қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен тергеу абақтысында отыр. Почему должно быть закрыто? Іс не үшін жабылуы қажет? Егер дәрігерлер кінәлі болатын болса, олар жауапты болу керек. Біз істі сотқа дейін жеткіземіз. А мы доведем это дело до суда. Жаңаөзен қаласында Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының тәуелсіз кәсіподақ лидерін қағып, бой тасалаған жүргізуші табылды деп хабарланды. Әзірге заң органдары күдіктінің атын жөнін жарияламай отыр. Белгілісі жамбылдық нөмірлі автокөлік иесі 28 жасар жас жүргізуші болып шықты. Қазір оның үстіне қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Естеріңізде болса, 31 қазан күні Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының кәсіподақ жетекшісі Сәбит Төкеновті BMW маркалы автокөлік белгісіз жағдайда қағып кетіп, Жаңаөзен қаласының тұрғыны ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізілген болатын. Сәбит Төкеновті қаққан азамат оқиға орнынан ізін суытып, артынша құқық қорғау органдары оған іздеу салған еді. Басынан ауыр соққы алып, аяқтары жарақаттанған кәсіподақ өкілі қазір ауруханада. Төкенов жол апатына түсерден бірнеше күн бұрын Жаңаөзендегі ереуілге қатысқан еді. Жұмысшылардың наразылығына әріптесі Таған Қошановтың есірткі сақтады деген күдікпен қамалуы түрткі болды. Сот Қошановты үйғамаққа ауыстыру туралы шешім шығарғаннан кейін ғана ереуіл тоқтаған еді. Осыған орай Сәбит Төкеновтың көлік апатына ұшырауын оның әріптестері арнайы ұйымдастырылған қастандық болуы мүмкін деп болжайды. Табылды, бір жас бала екен. 82 жылғы. Незі апишеру етіп отқан жоқ, оглаская беріп отқан жоқ. Ана ісікті басым ауырады дейді, ісігі де басылған жоқ. Шұғының тіккен жерін жүгінді алады ғой әлі. Халықаралық қауымдастық Қазақстан билігінен қаржыны офшорлы аймақтарға шығаруға тыйым салуын талап етті. Бұл туралы бүгін Астанада Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы әріптестікке арналған конференцияда айтылды. Мамандардың айтуынша, қолданыстағы заңдардың осалдығынан мұнай және газ қаржысы шетел асып кетіп жатыр. Сол себепті заңдарға өзгертулер енгізіп, мұнайшыларға қойылатын талаптарды қатаңдату керек дейді. Естеріңізде болса, мұндай ескертулерді билікке осыдан жарты жыл бұрын қуғындағы банкир Мұхтар Әбіләз жасаған болатын. Әбіләздің мәліметі бойынша самұрық қазына қорына тиесілі офшорлы компаниялар тек 2008 жылдың өзінде мемлекеттік қазынаға 10 миллион ақш доллар көлемінде салық төлемеген. Билік органдары бұл ақпаратты шоққа шығарған болатын. Бұл жағдайда біз компаниялардың офшорлы аймақтарда, бұған қоса құрлықтардағы қызметіне мемлекеттік бақылау жүйесін жақсартуға қатысты кеңес беріп отырмыз. Бұл жұмыс әлі аяқталған жоқ, енді ғана жүзеге асырылып жатыр. Семей қаласында наразылық білдірудің ерекше түрі көрсетілді. Балауыз шамдар ұстаған тұрғындар Шығыс Энерготрейд акционерлік қоғамы кеңсесінің алдына келіп, мекеме басшылығымен кездесуді талап етті. Флешмобта тіркелмеген Алға партиясының өкілдері ұйымдастырды. Балаушам жақын күндері қала қамалуы мүмкін қараңғылықтың символы тәрізді. Энергетиктер 1 қараша күні тұрғындардың қарызы кесірінен мекеменің электр энергиясын сатып алатын қаржысы жоғын хабарлаған. Акцияға қатысушылар Семей тұрғындарына уәде етілген электр энергиясын алма кезек өшіру тәсілі қаншалықты заңды және жергілікті биліктің жайбасарлығы салдарынан ақысын уақытылы төлеп отырған тұтынушылар неліктен зардап шегуі керек деген сұрақтарына жауап алғысы келеді. Қарыз болғандар мемлекеттік органдар, Жылукомэнерго мен қалалық су арнасы. Солардың жарығын өшірсін. Халықтың бұл жерде қандай қатысы бар?
Ыстық судың уақытында берілмеуі, оның орнына суық су ағып тұруы Қазақстан тұрғындары үшін қалыпты жағдай. Бірақ тұтынушы ыстық су үшін де ақы төлейді. Ал бірқатар тұрғындар неліктен суға ыстық су бағасымен төлеуіміз керек деп шағымданады. Бұл сауалдың жауабын әріптесім Әсел Керімбай іздеп көрген еді. Павлодарлық зейнеткер Валентина Барвик ыстық су алу үшін кранды ұзақ уақыт ашып қойып күту керектігін айтады. Бірақ соның өзінде де 17 градустық қам жылы су аласың. Ал стандарт бойынша температура 50 градустан төмендемеуі тиіс. 6 жылдан бері көрген күніміз осы. Ал бұрын қалай еді? Бұрын есептеу жоқ болғасын есептеп отырмайтынбыз. Құқық қорғаушы аймақтық антимонополистік мекеме жанындағы сараптау кеңесінің мүшесі Владислав Окишев бұл қоғам үшін тосын жаңалық емес дейді. Басты себеп сумен қамту жүйесінің дұрыс жұмыс жасамауы. Жобалаушылар су құбыры жүйесін жөндеуі керек деген сарапшы тұрғындарға сот органдарына шағымдануды ұсынды. Сондай-ақ әлеуметтік мәселелердің реттелуіне ең алдымен билік партиясы бас көз болуы тиіс екенін айтты. Нұр Отан партиясы билік партиясы ретінде үкіметтің жылумен жабдықтау жөніндегі қаулысы. Президент бұйрығының қалай орындалып жатқандығын, үйді-үйді аралап жүруді қадағалау керек. Олармен айналысатын арнайы өкілетті органдар бар олардың. Ал Нұр Отан партиясының Павлодарлық филиалының төраға орынбасары мәслихат депутаты Арман Алекпаров жағдайды 5 саусақтай білемдеп, өзінің де суық суға ыстық су бағасымен ақша төлейтінін айтты. Шын мәнісінде тиісті суды алу үшін біраз күту керек. Содан кейін ғана ыстық бағады. Бірақ проблеманы жедел шешу жолын партия мүшесі білмейді. Тек сумен қамту жүйесін тегіс жөндеп шығу үшін кемінде 10 жыл керек деп болжайды. Ал әзірге қанша судың ысырап болып далаға кетіп жатқанын санаудан өзге амал жоқ. Әсел Керімбай, Евгения Бодрова, Рустам Сырымов, Павлодар, Қазақстан. Алматыда келесі аптада алтын қалам тәуелсіз әдеби сыйлығының марапаттау рәсімі өтеді. Ынталы топ өкілдерінің айтуынша, бұл сыйлықты тағайындауда басты төреші қарапайым оқырман. Бастамашыл топ бұндай сыйлықты тағайындау идеясы қазақ аудиториясының шетел әдебиетіне тәуелді болып бара жатқанына алаңдаушылықтан туындаған дегенді айтады. Кітап дүкендеріне кірсеңіз, сөрелердің 5-10% ғана отандық өнім, қалғаны басқа тілден аудармалар. Қазақ тіліндегі шығармалар тіпті жоқтың қасы дейді. Идея авторларының бірі Қуат Томбай. Мемлекет тарапынан нақты қолдау болмағандықтан жас қаламгерлер шығармаларын жарыққа шығармай отыр деген олар жүлдегер атанған таланттардың шығармаларының жинақ шығаратындарын жеткізді. Простор журналының бас редакторы Расул Жұмалы бұл жүлденің ерекшелігі оның басты төрешісі қарапайым оқырман болғанда деп мәлімдеді. Біз осы жүлдені ұсына отырып, ең алғы сөзді айтатын оқырман қауым, оқырманның өзі соған келтіруге тырысты. Соғықтан интернеттегі арзу KZ сайтынан жаңағыдай мүмкіндікті, жаңағыдай опцияны да орнатқанымыз тектен тек емес. Соғықтан меніңше белгілі бір дәрежеде тәуелсіз, әділ түрде өткен сараптама, таңдау жұмысы деп айтуға болады. Бүгінгі күннің басты оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болдыңыз. Бізден жаңалық күтіңіз.